Әлбетте жетеді. Жаңбекзада ақша шашып, барлық заттарды сатып алды. Мен де айттым ғой. Жаңаулеті қалайша бір уақытша мұрагер үшін түрлерін ақша шаша салады деп, бұл жаңаулетін байлығын көзге елестетудің өзі қиын екен. Әлде Сұмбекзада бізді алдады ма екен? Негізі мына күзет сияқты көретін Жаңбекзада уақытша мұрагер емес шығар. Әлде ол шынымен далада жүрген жаңаулетін нағыз мұрагері ме? Жаңиен, сен жаңаулетінен осыншама ақшаны қалай алдың өзі? Сен... Енді түсіндім. Мен бәрін түсіндім. Бәрін сен істедің. Сен істедің, солай ма? Бәрін сен істедің. Сен жаңаулетінен жасырын түрде мына Жаңионмен көңілдес болып жүрсің, солай ма? Сен оның жаңаулетінің уақытша мұрагері екенін пайдаланып, жаңаулетінің ақшасын жымқырып жатырсың. Кейін оның бұл атынан пайда қалмағанда, бұл ақшаның бәрі сендердікі болады. Иә, солай. Міндетті түрде солай. Енші, сен мұны ойламаған шығарсың. Міне сенің үнемі қорғаштап жүрген адамың баяғыда басқа біреумен көңілдес болып кеткен. Ал сен болсаңша ештеңе білмей жүрсің. Егер басынан ақ менімен болғанда ғой, біздің Сұңаулетінің несі кем? Леуғатшы, мынау шынымен жынды болып кеткен сияқты. Өтірік, Жаңиен, сен өтірікшісің. Көпке дейін қона алмайсың әлі. Жаңиен, ол өтірікші. Жаңиен, ол өтірікші. Өтірікші. Болды. Мына қоқысты алып кетіп, көзін құртыңдар. Айтпақшы, бүгінгі аукциондағы барлық жаңалықтарды сыртқа шығармаңдар. Әсіресе Янжыға қатысты нәрселерді. Түсіндің бе? Хоп. Біз жүрейік. Біз қателесіппіз, бәріміз де қателесіппіз. Ол ешқандай да уақытша мұрагер емес екен. Ол аты аңызға айналған ең бай адамның нағыз мұрагер екен. Лия, бүгінгісіңе рахмет. Бірақ бұл жолы сен олардан тым көп ақша сұрап қойдың. Мен кешір мені. Ештеңе етпейді. Мен айттым ғой, бәрі менің қолымда деп. Оның үстіне ақша туралы уайымдама. Мен олардың ең бай адамның мұрагері болу туралы ұсынысын қабылдағанда бәріне келісіп қойғанмын. Жаңаулетінің қаржысын қалағанша жұмсай беремін. Көрмедің бе, Леуғатшының өзі мені төрем деп атайды. Қалай болса да, бүгін сенің арқаңда қол жеткізген нәрселерімді болашақта міндетті түрде қайтаратын боламын. Не дедің? Мен жақсы ести алмай тұрмын. Жарайды, Виян. Мен әжеммен біраз сөйлесейін. Сөйлес болған соң сен өзім тауып алам. Жарайды. Бірдеңе болса, маған қоңырау шал. Есіңде болсын, бәріне мен бармын. Иә? Төрем, бір үлкен шаруа болып тұр. Шешім қабылдауыңыз керек. Үлкен шаруа? Айта бер. Телефонда айтқан үлкен шаруаң. Не шаруа? Төрем, мына Тянчө саяжайы қазір бос қалды. Сұңаулеті де Тянчөден түгел көшіп кетті. Сіз бұрын Тянчө саяжайының басқарушысын ауыстырамын деген едіңіз. Сіз кімді қойған дұрыс болады деп ойлайсыз? Онда сен айтшы, бұл Тянчө саяжайын кімнің қолына тапсырған дұрыс болады? Бұл төремнің ойын мен қалай болжап біле алайын.
Қызық емес. Әй, сен айтшы. Мен бұл Тянчу саяжайын сенің Лю әулетіңе басқартсам қалай болады? Біздің Лю әулетіне ме? Төре, шынымен де бұл Тянчу саяжайын менің Лю әулетіме басқаруға бермекшісіз бе? Ой, қалжыңдап тұрман ғой. Қазір сенің Лю әулетің онсыз да дәуірлеп тұр. Бұл Тянчу саяжайын жаңадан көтеріліп келе жатқандарға берейік. Төремнің айтқаны дұрыс. Менің зерттеуім бойынша Тянчу саяжайын басқаруға шамасы келетін қазіргі таңда 3 әулет бар екен. Мынау солардың мәліметтері. Олар Жао әулеті, Сүн әулеті және Лю әулеті. Бұлардың ішінде Лю әулеті ең мықтысы, Жао әулеті ең әлсізі, Сүн әулеті орташа деңгейде. Міне осылар. Менің Жаңчыңнан гөрі Тянчу саяжайын басқаруға лайықты деп тапқан жаңа әулеттер. Сен таңдаған екенсің. Мен олардың қабілеттеріне сенемін. Мен олармен кездесіп көрейін. Кімнің бұл Тянчу саяжайын басқаруға лайық екенін. Қалай ойлайсыңдар? Мына Тянчу саяжайын басқаруға жаңа әулеті біздің үшеуміздің ішімізден қайсысын таңдар екен, а? Сондай үлкен болғандықтан, әлбетте басқаруға шамасы келетін ең мықты әулетті таңдайтын шығар. Қанша деген мен? Кім Тянчу саяжайын қолын алса, солы Жаңчыңның келесі қожайыны болады. Леуғатшы. Мен сіздерге таныстырып өтейін. Мына кісі Тейжіңдағы жаңа әулетінің жалғыз мұрагері Жаң Бекзада, Жаң Уйен. Жаң Бекзада сәлемесіз бе? Жарайды. Отырыңыздар. Сонымен, мен сендердің қайсыларыңның Тянчу саяжайын басқаруға шынымен лайық екендеріңді көргім келеді. Тянчу саяжайы Жаңчыңның ең маңызды орталығы. Оны кімге тапсырсам да менің көңілім тоқ болуы керек. Солай емес пе? Сендер айтып көріңдер. Тянчу саяжайын басқаруға қандай қабілетіміз бар деп ойлайсыңдар? Жаң Бекзада, біздің Лю әулеті Тянчыңда көптен бері тамыр жайған. Мынау біздің активтеріміздің тізімі және алдағы 5 жылға арналған жоспарымыз. Біздің Лю әулетінің ақша айналымы өте жақсы. Командамыз тәжірибелі. Тянчу саяжайын қолым алсам, мен оның құнын 3 жылдың ішінде 10 есеге арттыратыныма сенімдімін. Лю, заман өзгерді емес пе? Сенде тек ақша болғанымен не пайдасы бар? Жаң Бекзада, мынаған қараңызшы. Біздің Сүн әулеті қазір 3 акционерлік қоғамды басқарып отыр. Оның үстіне біздің жаңа медиалық балымыз бүкіл ғаламторды қамтиды. Егер Тянчуны маған тапсыратын болсаңыз, мен оны тек Жаңчыңның орталығы ғана емес, бүкіл Ташияның орталығы, тіпті әлемнің орталығы ете аламын. Сол кезде оны нағыз аспандағы сарайға айландырамын. Жаң Бекзада, біздің Чао әулетінің байлығы. Лю мен Сүн әулеттерінде көп болмаса да, мұны флешкада біздің Чао әулетінің барлық негізгі мүшелерінің түйіндемелері және біздің 10 жыл ішінде жасаған барлық қайырымдылық жобаларымыздың тізімі, сондай-ақ халықтың біз туралы пікір бар есеп, және біздің Чао әулетінің басты ұстанымдары бар. Егер біздің Чао әулеті Тянчуны қолын алса, біз оны бар күшімізбен жұмыс істетіп, тұрақты түрде дамытатын боламыз. Және ешқашан қателеспейміз. Төре, үш әулеттің айтқандары негізінен рас. Лю әулеті ақшаға, Сүн әулеті таққа, ал Жао әулеті адамгершілікке мән береді. Адамгершілік? Сүн әулетінің басшысы, сіз жаңа ғана Тянчуны нағыз аспандағы сарай ете аламын дедіңіз ғой, солай ма? 10 жылдың ішінде мені Тянчу саяжайын халықаралық орталық ете аламын.
Олай болса, егер Тянчо саяжайы шынымен де сен айтқандай Дашаның орталығы, әлемнің орталығы, тіпті аспандағы сарай болса, сол кезде біздің жаңа әулеті сенің сұн әулетіңнің көз алдында жай ғана бір баспалдақ болып қалады ғой. Жаңбекзада бұлай қалжыңдауға болмайтын шығар. Леу басшы, сіз жаңа ғана 3 жылдың ішінде оның құнын 10 есеге арттырамын дедіңіз ғой. Солай, бізде нақты жоспар бар. Олай болса, егер мен қазір сенің барлық бос қаражатыңды жинап, 10 минуттың ішінде жаңа әулетінің көрсеткен шотына аударуды талап етсем, сол арқылы Лю әулетінің ақша айналымының жақсы екенін дәлелде десем, сен қанша ақша тауып бере аласың? Мөлшермен 1 триллиондай. Жау басшы, сіз жаңа ғана Тянчо саяжайын қолыңызға алсаңыз, бар күшіңізбен жұмыс істеп, тұрақты түрде дамытамыз, және ешқашан қателеспейміз деп айтқан едіңіз. Иә, тұрақтылық барлық нәрсенің негізі. Егер іргетас мықты болмаса, қанша биікке шықсаң да құлап түсерің хақ. Олай болса, біреу іргетасын қалап, тұрақты түрде дамып келе жатқанда қателесіп қалсашы, онда не істейсіз? Ол қателікті тауып, сосын оны түзетемін. Жарайды. Сендердің қабілеттеріңді мен түсіндім. Леу хатшы, қонақтарды аттандыр. Айтпақшы, соңғы шешімді мен кейінірек Леу хатшы арқылы өздеріңе хабарлайтын боламын. Төрем, сіздің көңіліңізде біреу бар ма? Лю әулетінің ақшасы көп. Сұн әулетінің ықпалы зор. Жау әулеті сырттай момын көрінгенмен маған бір түрлі сезілді. Лю хатшы, сен қалай ойлайсың? Бұл туралы мен ештеңе айта алмаймын. Бәрін төремнің өзі шешеді. Бірақ, осылардың қайсысын таңдасаңыз да Тяншыңда үлкен дүмпу тудыратын сөзсіз. Дүмпу? Сен бір сөзді естімеп пе едің? Толқын неғұрлым үлкен болса, балық солғырдың қымбат болады дейді. Оның үстіне, атам мені бір тентек бекзада болсын деген жоқ па? Осындай дүмпу тудыру тентек бекзаданың істейтін тірлік емес пе? Дегенмен, бұл Тянчо саяжайы шынымен де Жаңчыңның ең маңызды орталығы ғой. Оны мынадай тек пайдан ойлайтын адамдарға тапсыруға менің де көңілім тартпай тұр. Сонда сіздің айтпақшы болғаныңыз? Оларға айт. Тянчо саяжайын мен ешкімге бермеймін. Төрем, сонда Тянчо саяжайын кім басқарады? Әзірше жаңа әулетінен бір кәсіби менеджер тобын алдырды. Мен Тянчо саяжайының мәңгілік жаңа әулетінікі болғанын қалаймын. Оның екінші сұң әулетін айналуына жол бермеймін. Болады, айтқаныңыз өте орынды. Айтпақшы, алдағы уақытта басқа дәулеттердің көтерілуіне қолдау көрсететін болады деп сыртқа сыбыс тарады. Сондай-ақ, мынау үш әулетке және Жаңчыңдағы барлық ауқат дәулеттерге жақсылап көрсетіп қой. Жаңчыңның де бағытын өзгертетін кезі келді. Түсіндім. Төремнің бұлысы оларға ескерту жасау үшін, әрі оларды бақылау үшін. Ақылдысың. Бара бер. Кім бұл? Баян, мен ғой. Келдім. Енжі, сен қалай келдің? Сен әжіңмен сөйлесуің қалай болды? Бәрін сөйлесіп біттік. Бүгіннен бастап, мен өз алдыма бөлек адаммын. Әулетімен ешқандай қатысым жоқ. Ішке кіріп сөйлесейік. Сенің мына жерің ерекше екен. Бұлардың бәрін саған жаңа әулеті берді ме? Олар бұны маған берген кішкене өтемақымыз дейді. Отыр. Ал енді бұдан кейін не істемексің? Өзім де білмеймін. Әуелі бір тұратын жер тауып алайын. Сосын барып жұмыс іздеймін.
үнемі сенің көмегіңе сүйене алмаймын ғой. Әй, оны несін айтасың? Бірақ менің саған бір қоятын сұрағым бар. Қандай сұрақ? Қазір сұң әулеті жаңшыңнан қуып шығылды. Ал енді Тянчо саяжайын әзірше жаңа әулеті өз қолына алды. Ол бұдан былай ешкімнің құралы болмайды. Сенің осы Тянчо саяжайына қызығушылығың бар ма? Мұны мен не айтпақшысың? Айтпақшы болғаным, сен Тянчо саяжайын басқарғың келе ме? Қалайша келмейсің. Бірақ егер оны мен басқаратын болсам, бұның өтеуі өте ауыр болатын шығар. Жаңа әулеті... Уайымдама. Бәрі менің қолымда. Бұл жағын сен уайымдама. Сен маған неге мұнша жақсылық жасап жүрсің? Өйткені біз доспыз ғой. Оның үстіне, егер сен мені өтірік жігітің болуға шақырмағанда, менің мұндай өмірді көруге мүмкіндігім болмас еді. Жай ғана доспыз ба? Иә? Төрем, жаңа хабар келді. Дуа әулетінің адамдары жаңшыңнан кетпекші. Олар астыртын түрде кейбір жасырын бәндіктермен және кішігірім әулеттермен байланысқа шығып жатыр. Жаман ойларынан әлі қайтпаған сияқты. Түсіндім. Сен әзірге бақылай тұр. Мен олардың қандай ойын ойнамақшы екенін көрейін. Тауаға, маған біраз ақша тауып берсеңіз болды. Мен қайтадан көтеріліп, дуа әулетінің барлық дүниесін қайтарып алғанда сізге егеселіп қайтарамын. Тубекзада, сенің дуа әулетінің күні көк күшті емес пе? Қалай қайтармасын? Сенің құр сөзіңе кім сенеді? Мен бұған сенбеймін. Жоқ, Тауаға, бізде әлде мүмкіндік бар. Мен Жаңбаянның бір құпиясын білемін. Қандай құпия? Ол мүлдем нағыз мұрагер емес. Ол бар болғаны бір уақытша мұрагер ғана. Егер біз бұл жаңалықты бәріне жайып жіберсек, жаңа әулетінің адамдарына оның жаңа әулетінің атын жамылып, далада ойына келген істеп жүргенін білдірсек, жаңа әулеті оны аямайтын арық. Сол кезде мына жаңшың біздің қолымызға өтпей ме? Болады екен, Егер бұл ақпаратың жалған болсаша, онда менің ақшам жел ұшып кетпей ме? Бұл ақпарат 100% рас. Бұны әлгі Жан деген бейшараның өзі мойындаған. Қазір ол тек әлгі Леу деген қатшымен сыбайласып алып, адамдарды алдап ақша тауып жүр. Жарайды. Мен сендерге бір рет сенейін. Ақшаны қарызға бере тұрайын. Бірақ үстем ақысы осы саладағы ең жоғары мөлшерлемемен есептеледі. Жарайды. Бірақ та мына сұлуды маған кепілге қалдырасың. Болмайды. Сені қазір амал жоқ, шыдай тұр. Мен жеңіске жеткен соң сені дереу алып кетемін. Болмайды. Сені шыдай тұр. Мен жеңіске жетіп, Жаңоян деген бейшараның көзін құртқан соң сені құтқарып аламын. Сол кезде саған үйленемін. Жоқ. Тозады. Адам емес екенсің, оңбаған. Жібер мені, жібер. Ойымдамай бара бер. Сенің сұлуыңа өзім жақсылап қараймын. Ақшаны ертең есебің аударамын. Бірақ есінде болсын, үстем ақысы өте жоғары. Оның үстіне, егер бір ақпараттың жалған екенін білсем, немес ақшамды қайтара алмасам, соңы немен аяқталатынын өзің әбден білесің ғой, Алаңдамаңыз, Тауаға. Бұл ақпарат 100% рас. Бұл жолы мен әлгі Жаңоянды қайтып орнынан тұра алмайтындай етемін. Ештеңе емес. Тек бірнеше шыбынның көңілі көншімей ызыңдап жүргені ғой. Бірақ сен уайымдама. Леу хатшы бәрін реттейді. Бұл менің кесірімнен бе? Енді мен саған айттым ғой.
Бәрі менің қолымда. Кім болса да саған тиісуге батылы барса, жазасын тартады. Қазір сен Тянчо саяжайын қалай қолың алуды ойласаң болды. Бірақ мен өзімнің қолымнан келетін келмейтін білмеймін. Оның үстіне мен қазір үй әулетінен кетіп қалдым ғой. Кетіп қалғаның жақсы ғой. Онда үй әулетіне қимастық білдірудің қажеті не? Ойлап көрші. Олар сені туған күн кешінде аукционда қалай қорлағанын ойлашы. Егер бағыңды сынап көргің келсе, ертең мен Люхачаға айтып сені Тянчоның уақытша басқарушы етіп орналастырамын. Ал мына алтын құймалар сенің кәсібіңе құйған бастапқы қаржым болсын. Егер шығын ұшырасаң, мен көтеремін. Ал егер пайда тапсаң, кейін мені үнемі тамақтандырып тұрсаң болды. Осындайда қаржыландыру болам екен. Қалай болса да, рахмет саған. Неменеге рахмет айтасың? Екеуміз кімбіз дейсің? Айтпақшы, ешқандай қысым сезінбе. Қолдан келгенше тырыссаң болды. Менің айтпағым, сен үшін маған осылай көмектесу тек достық көңіл ме, әлде басқа бірдеңе ме? Ақшаны төледім. Сендерге айтарым, барлық арналар арқылы өте жылдам таратыңдар. Айтпақшы, тақырып өте шулы болу керек. Мұны міндетті түрде бәрі білуі тиіс. Бекзада, мұнда ақпаратыңыз сұмдық екен ғой. Уайымдамаңыз, ақшасы төленсе болды. Жарты сағаттың ішінде бүкіл ғаламторды шулататыныма кепілдік беремін. Жаңаян, Еянчи, мен сендердің масқараларын шығарамын. Ебекеш, мынау Тянчо саяжайының соңғы жылдағы барлық есеп қисап жұмыс барысы туралы есеп. Қызметкерлердің құрылымы, сондай-ақ қазіргі жүріп жатқан жобалардың тізімі. Сонымен қатар, мына кісі Лин көмекші, жаңа әулетінің кәсіби инженері. Осы уақыт ішінде ол сізге жұмыс барысымен танысуға көмектеседі. Рахмет сізге, Люхача. Оқасы жоқ. Бәрі де төремнің бұйрығы. Оның үстіне сіз Тянчо саяжайының жұмыс істеу стратегиясын толығымен өз ойыңызды өзгерте аласыз. Қандай да бір қажеттілік болса, Лин көмекші арқылы маған хабарлассаңыз болады. Жарайды. Мұна жек сол емес пе? Ана тұрған екен, иә. Иә. Төрем, ғаламторда аяқ астынан сіздің кім екеніңіз туралы өтірік ақпараттар тарап жатыр. Оның үстіне өте жылдам таратылуда. Демек, басталған екен ғой. Люхача, кім таратқанын таптың ба? Қазір іздестіріп жатырмыз. Қарсылас өте қу екен. Бірақ бұған тозытығының қатысы бар екені анық сияқты. Оның үстіне үлкен төремде қоңырау шалып мән-жайды сұрастырды. Бір топ сайқымазақтар ғой. Атам не дейді? Үлкен төрем қатты ашулы. Бірақ сізге емес. Ол бұны сіздің өзіңіз шешсін дейді. Оның үстіне монтазда етіп шешсін дейді. Түсіндім. Сен бақылай бер. Мәселенің ушығып кетуіне жол берме. Әсіресе Янжыға әсер етпеу керек. Қалғанын өзім реттеймін. Ой, пырай. Басекелер. Не көріп жатырсыңдар? Мен де көрейінші. Ештеңе қарап жатқан жоқсыз, ештеңе. Лин көмекші. Бастық. Дереу Тянчо саяжайының атынан бір мәлімдеме жаса. Мәлімдемеде Тянчо саяжайының жұмысы қалыпты жүріп жатқанын, барлық кадрлық өзгерістер заңға сәйкес жасалғанын айт. Ғаламтордағы жалған ақпараттарға қатысты әзірге ештеңе демейміз. Бірақ заң алдында жауапқа тарту құқығымызды өзімізде қалдырамыз деп жаз. Жарайды. Сосын қоғаммен байланыс бөлімінің меңгерушісі мен қауіпсіздік бөлімінің меңгерушісін маған жібер. Барлық бөлім басшыларына хабарлас, жарты сағаттан кейін шұғыл жиналыс өткіземіз. Қызметкерлерді тыныштандыру керек. Ешкімнің де бұл туралы сыбыс таратуына немесе талқылауына рұқсат жоқ. Кімде-кім бұзса, бірден жұмыстан қуылады.
Леухатчы, ғаламтордағы жағдайды мен біліп отырмын. Саяжай жағын өзім реттеймін. Егер менен қандайда бір көмек керек болса, маған кез келген уақытта айтыңыз. Жарайды ебекеш, ойымдамаңыз. Төрем бұнымен айналысып жатыр. Жаңаян, бұл жолы біттің. Енді қалай өтір қайтар екенсің көрейін. Анчи, сен де асықпа. Мен бәрін қайтарып алған соң, сені қалай жазалайтынымды көресің. Тамаға, көрдіңіз бе? Ақпарат ғаламторда тез тарап кетті. Әлгі ақша қашан түседі? Немене? Тағы да күте тұр дейсіз бе? Неге? Жарайды. Мен тағы да күтейін. Леухатчы, жаңалықты таратқан алғашқы бірнеше IP мекенжайды таптық. Жарайды. Олардың ақша аударған шоттарындағы барлық транзакция тарихын және Тузытыңның олармен байланысқан барлық дәлелдерін түгелдеп жинаңдар. Сонымен бірге Тузытыңның қазір қайда екенін қадағалап отырыңдар. Леухатчы, Тузытыңның телефонның сигналы Жаншыңдағы университет қалашығының жанындағы бір кофеханадан шығып тұр. Біздің адамдарға хабарла, жалған ақпарат таратқандардың басшысын ұстап жауап алсын. Ал екінші топ барып Тубейзаданы осында алып келетін болсын. Хоп, болады. Туу мырза, сендер кімсіңдер? Не істемесіңдер? Біздің бастық сізді бір шайға шақырып жатыр. Мен сендердің бастық танымаймын. Жоғалыңдар ар. Туу мырза, қарсыласпен жүре салғаныңыз өзіңізге жақсы. Жарайды. Мен сендермен бірге барайын. Тубейзада, батылдығыңызға болайын. Менің төреме күйе жағып, өздек таратуға қалай датыңыз барды? Жоқ, мен олай істеген жоқпын. Бұл маған жабылған жала. Мынау сенің жалған ақпарат таратушыларға отырған ақшаңның дәлелі. Сөйлескен хаттарың. Айтпақшы, сен жалдаған жалған ақпарат таратушылардың басшысы да бәрін мойындап қойды. Қалай ойлайсың? Егер осы дәлелдердің бәрін көпшілікке жариялап немесе сақшыларға берсем, сенің күйің не болады? Қазір ту әулетінің күлі көк құшқан. Сені кім құтқара алады деп ойлайсың? Леухатчы, мен қателестім. Кешір. Ендігәрі бұлай істемеймін. Кешір дейсің бе? Мұнаны барлық дәлелдермен бірге заң орындарына тапсырыңдар. Заңға сәйкес қатаң жазалансын. Хоп, Леухатчы, бұлай істей көрмеңіз. Леухатчы, мен қателестім. Ендігәрі бұлай істемеймін. Леухатчы! Бастық, қолың босамай жатыр ма? Көңілің орнына түссін деп, саған кішкене тамақ әкелдім. Әлі қалжыңда қосауқың бар ма? Ғаламторда туу болып жатпай ма? Ой, бірнеше шыбынның ызың емес пе? Соғып өлтіре салсаң болды. Немене, менен уайымдап қалдың ба? Жалға, бірақ бәрі дұрыс өзі. Маған не болушы еді? Бірақ сенің өзіңді жақсы көрсетіп жатқаныңды естідім. Жылдам шешім қабылдайды екенсің. Нағыз іскер әйелге ұқсап кетіпсің. Қойш енді, мен амалсыздан істеп жатырмын ғой. Солай болу керек қой. Мен адам танудан қателеспеймін. Айтпақшы, кешке қолың бос па? Сені бір жерге апарайын деп едім. Қайда? Әзірше құпия. Жетістігіңді атап өтейік. Оның үстіне көңіліңде орнына түсір. Кеттік. Жүр. Бұл мейрамхананы бұрындегі әкемнің аузынан ғана еститінмін. Бұл жерден орындалып тапсырыс беру қиын деуші. Ал енді менімен жүргеннің пайдасын көрдің бе? Айтпақшы, күндізгісіңе рахмет. Маған несін рахмет айтасың? Ештеңеге көмектесе алмадым ғой. Кім айтты? Сен Тянча саяжайындағы жағдайды ушықтырмай ұстап тұрдың ғой. Соның өзі маған үлкен көмек болды. Оның үстіне маған қоңырау шалып, не болып жатқанда сұрамадың, еш саспадың. Маған сеніп, барлық жауапкерлікті өз мойныңа алдың. Шынымды айтсам, өте мықтысың.
Мен жай ғана егер маған айтқың келсе, өзіңе қайтатын шығарсың деп ойладым. Егер айтқың келмесе, мен сұраған сайын саған кедергі келтіретін шығармын дедім. Сондықтан менің қолымнан келетіні саған мүмкіндігінше кедергі келтірмеу болды. Енжі, сен ешқашан маған кедергі келтірген жоқсың. Бірақ осыншама нәрсені бастан өткізгеннен кейін, мына Тянь-Чжэ саяжайының жауапкершілігін әлі де алғың келе ме? Әрине, неге алмас па? Бұл оқиғалардан кейін мен бұны өзімді дәлелдеуге берілген мүмкіндік деп ойладым. Мен өмір бақи өткенімнің немесе біреудің көлеңкесінде өмір сүргім келмейді. Баян, мен Тянь-Чжэ саяжайын шынымен де өз қолыма алғым келеді. Сенің көмегіңмен емес, өз күшіммен жетістікке жеткім келеді. Мүмкін сол кезде сенің де жаңа өлетінде кішкене болса да сөзің өтімді болар. Жарайды, маған керек осы. Бұдан кейін қандай көмек болса да тартынбай айт. Мен саған инвестор ретінде қаржылай көмектесемін. Келістік. Менің жан қаржыгерім. Онда осы тосты сен үшін көтерейік. Маған сенім артқаның үшін Жарайды, өзара көмектесіп бірге байимыз. көтерейік. Әкеңді. Мына бейшара тез ақ құрды ғой. Менің соншама ақшам түкке тұрғысыз болып қалды. Тоза таңма. Енді үміт күтудің қажеті қалмады. Саған келсек, түрің жаман емес екен. Ақшамды тектен-текке жоғалтып болмайтын шығармын. Ертеңнен бастап көшеге шығып клиенттерге қызмет көрсетесің. Менің ақшамды қайтарасың. Бүгінше інішектерменен көң көтере тұр. Жоқ, керек емес. Тұртықбек аға, мен сізге жалынайын. Жалынайын сізге. Жібере салыңызшы. Мен басқа жұмыс істеймін. Кез келген жұмысты істей беремін. Жап аузыңда. Бұл жерде менің сөзім ғана есеп. Тамақтандыру бөлімінде жалпы табыс маржасын 2%-ға көтеру керек. Қоғаммен байланыс бөлімі осы аптаның соңына дейін саяжайдың кірісін қалпына келтіру үшін бірқатар іс-шаралар жоспарлау керек. Менің сіздерге байыр талабым осы. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма? Мәселе жоқ. Жинас аяқталды. Ай парай. Бастық. Бүгінгі ауа райы тамаша екен, Тамаша екен. Жаңбекзада. Ей, неменеге Жаңбекзада дейсің? Жай ғана Шаужаң де. Мен бар болғаны қатардағы бір күзетшімін ғой. Қожайын, дозытың жіберілді. Жұрттың сөзі толық басылды. Тянь-Чжэ саяжайы Ебекештің басқаруымен қалыпты жұмыс істеп тұр. Төрем әлі де сол саяжайда күзетші болып жүр. Бұл сүмелек әптен қызыққа батқан екен ғой. Оған байдың еркесі бол десем, ол қарапайым халықтың өмірін көрем деп кетіпті. Бірақ бұл жолғы шаруаны өте таза әрі ұқыпты бітірді. Біздің жаңа өлетін бетінде шіркеу келтірген жоқ. Леухатша, өлетінің кішкентай қызы қандай екен? Ебекеш біз ойлағаннан да мықты төзімділікпен басқаруға білетін көрсетті. Оның көңіл күйі тез өзгереді. Төрем екеуі бір-біріне өте жарасады екен. Бәлкім сол сүмеліктің көз ашылған шығар. Дегенмен жақсы болды. Анау ма деген қуа елден 1000 есе артық. Сәтін тауып, сол сүмелекке қызды үйге келіп тамақтандыр деп айтты. Мен де оны жақсылап бір көрейін. Жарайды қожайын. Баян, Ей, бүгін саяжайдың ескі тұтынушылары арнайы келіп қолдау білдірді. Тапсырыстарға ешқандай кері әсер тиген жоқ. бұл өте керемет емес пе? Саған қолыңнан келеді деп айттым ғой. Жаңа өлеті саған ешқандай қысым жасаған жоқ па? Қысым ба? Қандай қысым бар дейсің? Шал мені тіпті мақтап жатыр. Жоқ, ол маған шынымен бір талап қойды. Қандай талап? Ол айтты. Енжі, сен мені әлі де жаңа өлетінің жай ғана орын басушы деп ойлап жүргеннен саусың ба? Бұл сөздің мағынасы не? Шын мәнінде
мен ешқандай орын басушы емеспін. Мен нағыз жаң әулетінің жалғыз мұрагерімін. Жаңшал, Жаңтенье, ол менің атам. Негізі мен саған басындақ айтқым келген, бірақ жаңшындағы жасырынған бәлелердің тамырын жұлу үшін... Маған шындықты айтқаның рахмет. Шынында мен бұрында сенің кім екенің жайлы күдіктенгенмін. Сенің орның жай ғана біреудің орнын басушы емес екен білдім. Өйткені Лю хатшы Жаңшалдың жеке хатшысы бола тұра сені төрім деп атады. Әрі саған қалтқысы бағында. Ал Тяньчу саяжайын қанша үлкен әулеттер таласып ала алмай жатқанда, сен оның басқару құқығын бір ауыз сөзбен маған бере салдың. Бұл қалай қарасаң да жай орын басушының қолынан келетін емес қой. Сен маған ренжімейсің бе? Неге ренжидің? Сен өзіңнің кім екеніңді жасырсаң да, мен мұны амалсыздан істегеніңді білем. Оның үстіне сен маған еш жамандық жасаған жоқсың. Керісінше... Жарайды, бұл туралы айтпай-ақ қояйық. Әлгінде сен жаңа сақалдың талабы не дедің? Ол маған уақыт тауып сен үйге келіп тамақтандыр дейді. Сенің үйіңе барып тамақтанамыз ба? Бұл ыңғайсыз емес пе? Мен қандай салауатпен барам? Сенше қандай статус болу керек? Әрине, Тяньчу саяжайының басқарушысы. Сондай-ақ менің Жаңвеннің қаржыландыру серіктесі ретінде барасың. Бірақ демеші. Жаман келінде қайын жұртын көреді ғой. Оның үстіне сен жаман емессің ғой. Кім сенің келіншең екен? Қайтағын айтпа. Қалжыңдап тұрмын ғой. Еркінірек бол, уайымдама. Жай ғана тамақ ішеміз. Шал екен сені көргісі келеді. Басқа ештеңе жоқ. Не болды? Біздің ие бастықта қорқатын кезі болады екен, Кім қорқытты? Барсам бардым. Тауаға да қызық қоясы. Осындай үлбірген сұлуды расымен де еркектерге салып бермекші ме? Ондаша, тұзытым деген сүмелек құрдымға кетті. Ақшаны қайтара алмаса, басқа жерден орнын толтыру керек қой. Естуімше, бұл қатын бұрын байдың әйелі болған екен, Айт, қайдағы байдың әйелі? Сұң әулетінің сүмелегін еріп жүрген сорлы емес пе? Бірақ та, мұна түрі мен мүсіні шынында керемет екен. Жақсы ақшаға сатылатын шығар. Ой, тоқта! Тоқта деймін! Тоқта! Әй, Uyен, жалынайын, мені құтқар. Тезірек келіп мені құтқаршы. Машинье, сен тағы қандай айла жасап тұрсың? Олай емес. Мен шынымен айтып тұрмын. Менің қазіргі жағдайым өте мүшкіл. Олар менің тәнімді сатуға мәжбүрледі. Мен терезеден секіріп қашып құтылдым. Аяғым қатты ауырып тұр. Олар әлі соңымнан қалмай қуалап келеді. Жалынайын. Бұрынғы сезімдерімнің құрметі үшін мені бір рет қана құтқарып қалшы. Өтінейін саған. Uyен. Сасық қаншық. Жақсы тығылған екенсің, Өй, тіпті көмекшіде шақырып алыпты ғой. Сүмелек, басқаның ісін араласпа. Мына қатынды бізге бер.
Ол сендерге қанша қарыз? Үстемақысымен қосқанда 500 миллионнан асады. Оның орнына сен төлейін деп бедің. Мына картада ақша бар. Ал балда жоғалары. Аға, бұл қожайын, мырзалығыңызға рахмет. Бұл қатын енді сіздікі болды. Біз қазір жоғаламыз. Кетеміз, Бұйен. Рахмет өзіңе, бұйен. Бұл ақша бұрынғы сұң әулетінікі. Қайтармай қой. Осымен екеуміздің арамыздағы есеп бітті. Өзің ие бол. Егер ендігер мазамдалатын болсаң, өкінесің.